Сәлем оқырман, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге өте керемет дәмді болып шығатын тағам түрін ұсынатын боламын. Өте тойымды, дәмді тағамдардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен тауықтың аяқтарын тұздап, бұрыштап аламыз және сарымсақ қосамыз, ұсақтап туралған, және майонез 2-3 ас қасықтай, кетчуп қосамыз және жақсылап тұрып, қолдың көмегімен араластыратын боламыз. Маринадта кемінде 1 сағаттай тұру керек, содан кейін пісіріп бастасаңыздар болады. Және гарнирін дайындап бастаймыз. Тазалап жуылған картоптарымызды осылай әдемілеп кесіп, турап, қатты ұсақ қылмай, орташа деңгейде турайсыздар. Мен сияқты қылып турау міндетті емес, әркім өз қалаған формада турасаңыздар болады. Және сәбізімізді де қосамыз, ұсақтап турап, ондай ірі қылмай, ұсақтап турайсыздар, әдемі қылып картоптың үстіне қосасыздар. Және жуа қосамыз, осылай ұзынша қылып видеодағыдай турасаңыздар болады. Барлық көкөністерді турап болғаннан кейін сұйық май құямыз. Және тұз, бұрыш, сары түс беру үшін куркума қостым. Және жақсылап тұрып барлығын араластыратын боламыз. Маринадымыз дайын болғаннан кейін противенге осындай фольга қоямыз. Фольгаға дайын болған картошкаларымызды орналастырамыз. Оның үстіне дайын болған маринадтарымызды орналастырамыз. Және қалған соусын бетіне құятын боламыз. Және бетіне фольганы жабамыз. Солай духовкаға 2 сағаттай пісіріп аламыз. Осындай әдемі болып шығады. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен Салтанат, сіздерге ас болсын.